Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай үлпілдек, нәзік, өте дәмді болып шығатын асқабақтан пирог дайындаймыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен асқабақты осындай үкіштің ең ұсақ жағымен өткізіп дайындап аламыз. Содан соң ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстіне шым-шым тұзды қант салып араластырамыз. Мен венчикпен араластырдым, шанышқымен араластырса да болады. Енді үкіштен өткізіп дайындап қойған асқабақты саламыз. Біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сұйық майды құйып, тағы бір рет араластырып аламыз. Енді ұнның үстіне қопсытқыш салып араластырамыз. Содан соң ұнды 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып саламыз. Яғни електен өткіземіз. Барлығын бірдей салмаңыздар, себебі біздерде түйіршік болып қалуы мүмкін. Осылай бөліп салып отырып араластырамыз. Ешқандай түйіршіксіз біркелкі сұйық қамыр болғанша араластырамыз. Міне осындай көріп тұрғандарыңыздай, қатты қою емес, сұйық емес, осындай консистенцияда болады. Енді форманың астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағын сұйық маймен майлаймыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Осылай сұйық қамырды құйып, қызып тұрған пеште 160 градуста 30-35 минут пісіреміз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан өз духовкаңызға қарай пісіріңіз. Енді піскенін міндетті түрде осындай ағаш таяқшамен тексереміз. Яғни ағаш таяқша құрғақ, таза болып шығу қажет. Толық суыған соң формадан шешеміз. Мен бетін осылай қант ұнтағымен сәндедім. Міне осындай өте жұмсақ, нәзік, керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Барлық құрамын, мөлшерін осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Мені қолдап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын.